Сәлеметсіздер ме оқушылар, 7-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен Арман ПВ баспасы бойынша 5-ші бөлімге арналған тапсырмаларды орындауды жалғастыратын боламыз. 5-ші бөлімнің аты бұл музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы деп аталады. Ал 5-ші бөлімнің 32-ші сабағы Атамұраң асыл қазынаң. Дәл осы 32-ші сабаққа арналған тапсырмаларды бірге орындаймыз. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. 3-ші тапсырма: мәтінді оқып сұрақтар қарастырыңдар, топта талқылаңдар дейді. Енді мен сіздерге мәтін бойынша сұрақтар легін көрсетейін. Бірінші сұрақ: Құрманғазы қандай үйге кезігеді? Екінші сұрақ: мәтінде кездескен қыздың есімі кім? Сипаттап беріңдер. Үшінші сұрақ: үй иесі қонақтың атақты адам екенін қалай біледі? Төртінші сұрақ: мәтінде кездескен қыз қандай күй тартады? Бесінші сұрақ: Құрманғазы қандай күй тартады? Дәл осы сұраққа жауап беру арқылы сіздер мәтіннің толық мазмұнын түсіне аласыздар. Төртінші тапсырма: мәтінде аталған күйлер туралы энциклопедия, газет, журналдардан оқыған деректерің туралы әңгімелеп, авторына сілтеме жаса. Бірінші адай күйі. Адай күйі атақты күйші композитор Құрманғазы Сағырбайұлының шығармасы. Бұл күй адай руының рухын, еркіндігін, қайсарлығын суреттейді. Күй шабытты, екпінді әуенімен ерекшеленеді. Оның жылдам темптегі ырғақтары батырлық, қайсарлық пен еркіндік рухын бейнелейді. Құрманғазы бұл күйді адай жұртына деген құрметін білдіру үшін шығарған екен. Адай қазақ даласының кеңдігін, ұлттық рухтың күшін және тәуелсіздік ұмтылысын сипаттайтын өнер туындысы. Екінші серпер күйі. Күй тыңдаушыға ерекше шабыт сыйлайды. Оның әуенінде адам рухының көтерілуі, алға ұмтылысы, күш-жігердің серпіні бейнеленген. Серпер атауы да осыдан шыққан. Бұл сілкіну, жігерлену деген мағынаны білдіреді. Күй тыңдаушылардың жүрегін тебірентіп, шабыт пен үміт сыйлайды. Оның нәзік те терең әуезі қазақ халқының рухани байлығын көрсетеді. Бұл екі күйде қазақ халқының ұлттық болмысы мен рухани әлемін бейнелейді. Олар домбыра өнерінің шоқтығы биік туындылары болып табылады және ұлттық мақтанышымыз ретінде ұрпақтан ұрпаққа жетуде. Бесінші тапсырма: етістіктерге жұрнақ жалғап немесе қалып етістіктерін тіркеп, ауыспалы және нақ осы шақ тұлғасында жасаңдар. Бірінші нақ осы шақ етістіктерін жасайық. Бірінші сөйлем. Музыка зерттеушілері оның адамзатпен бірге пайда болғанын айтып жатыр. Олар музыкалық аспаптар жасап отыр. Әйелдер балаларын әуенді ырғақпен жұбатып отыр. Біз сан алуан музыканы тыңдау арқылы сол халықтың мәдениетін танып жүрміз. Бұл жердегі оқушылар жатыр, отыр, жүрміз деген сөздер бізде қалып етістіктері, яғни біз нақ осы шақты осы қалып етістіктерін тіркеу арқылы жасадық. Ауыспалы осы шақ. Ауыспалы осы шақ көсемшенің А, Е, И жұрнағына Д-ді, Т-ді жалғауының жалғануы арқылы жасалады. Сонда қараңыздар, адамдар айналаны музыкаға тұнып тұрғанын байқайды. Ежелгі гректер музыканы Құдайдың сыйы деп санайды. Күй адамның эмоциясын әсер етеді. Музыка адамдардың көңіл күйін көтереді. Қараңыздар, сонда байқайды деген сөзді талдап көрсететін болса, түбірі байқа, етістік И бізде көсемшенің жұрнағы, Д жіктік жалғауының үшінші жағы. Санайды, түбірі сана, етістік И көсемше жұрнағы, Д жіктік жалғауының үшінші жағы. Әсер етеді, түбірі ет, етістік Е көсемше жұрнағы, Д жіктік жалғауының үшінші жағы. Көтереді, түбірі көтер, етістік Е көсемше Д жіктік жалғауының үшінші жағы. Оқушылар егерде етістікке бірден Д-ді, Т-ді жұрнақтары жалғанатын болса, ол міндетті түрде жедел өткен шақ болады. Оны алдағы сабақтарда өтетін боламыз. Алтыншы тапсырма: оқылым мәтінінен ауыспалы осы шақ етістіктерін тауып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Назарларыңызда ауыспалы осы шақ етістіктері кездесетін сөйлемдер. Құрманғазы жолаушылап келе жатып, бір адайдың үйіне түседі. Үй ішінде шал мен кемпір болады. Құдайы қонақ екенін айтумен тоқталады. Біраз уақыт өткен соң 17-18 жас шамасындағы жас қыз кіреді. Бірден керегенің басындағы домбыраны тартуға айналады. Құрманғазы домбыраны қолына алып,
күмбірлете жөнеледі, сый құрметпен аттандырады. Оқушылар бұл жерде кейбір сөйлемдердің соңғы сыңарлары ғана айтылған. Мысалға, бірден керегенің басындағы домбыраны тартып тартуға айналады, сый құрметпен аттандырады деген сөздер сөйлемнің екінші сыңары, оның алдында бірінші сыңары бар. Оны толықтырып мүмкін өздерің жазып аласыздар. Жалпы ауыспалы осы шақ етістіктері кездесетін сөйлемдер қатары осылар. Жетінші тапсырма. Өз бетіңше ізденіп, оқылым мәтініндегі сүйрей салма, ит-құс, ат көлігінің амандығы, құдайы қонақ, аяқ алыс сөздерінің мағынасын түсіндіріңдер. Сүйрей салма дегеніміз бұл асығыс, жеңіл желпі, үстірт қараған жұмыс, яғни өте қатты бір назар аударылмай, жауапкершілікті аз танытып жасалған жұмыс. Ауыспалы мағынада сүйрей салма деп айтылады екен. Енді сүйрей салма деген бұл жерде тұрақты сөздер кезінде болуы мүмкін. Ит-құс, ит-құстың мағынасы жыртқыш аңдарды айтады екен. Ит-құс деп, ат көлінің амандығы дегеніміз адамның жағдайы мен тұрмысын сұрау деген мағынада. Біз айтады, үлкен кісілері, қош келдің, ат көлігің аман ба деп. Құдайы қонақ мағынасы танымайтын кездейсоқ келген қонақ. Біздің қазақтар үй ішіне кіріп келген қонақты міндетті түрде құдайы қонақ деп төрге отырғызатын болған, және де құдайы қонақтан міндетті түрде кәде сұрайтын болған, я ән айтады, я би билейді, я күй тартады деген сияқты. Бірақ үй иесі де құдайы қонаққа өзіндік ілтипаттарын білдіріп, сый-сияпат ұсынатын болған екен. Аяқ алыс дегеніміз бір істің қалай басталып, қалай аяқталуын бақылау. Яғни аяқ алысы жаман емес деп айтады. Бізде мысалға жұмыс дегені істі бастап жатқаны жаман емес деген мағынада екен. Сегізінші тапсырма. Көркемдік құралдарды орынды қолданып, мәтінді жалғастырып мақала жазыңдар. Күй көне жанр, оның сан ғасырлық тарихы бар, қалыптасқан дәстүрлері мен мектептері бар. Күй мазмұны халық өмірінің айнасы. Күй тілі ана тілімен бірдей. Құрманғазының күйлерін тыңдаған кез келген қазақ баласының неге делебесі қозып көзін от шаша бастайды. Себебі күй ата-бабамыздың ұрпағына қалдырған үнділік өсиеті. Домбыраның қос ішегінде шертілген бір дыбыс дала халқының тағдыры мен жан дүниесін паш етеді. Күйдің қуаты сонша, ол адамды әрі тебірентіп, әрі шабыттандыра алады. Күй еркіндіктің үні. Құрманғазының күйлері батырлық пен қайсарлықты дәріптейді. Адай күйін тыңдаған кезде жүрек дүрсілдеп, ар-намысың оянады. Күй махаббат пен сағыныштың әуені. Күй ұлтымыздың жан дүниесі мен болмысының ажырамас бөлігі. Ол халқымыздың тарихи жады мен мәдениетінің сақтаушысы. Күйді тыңдағанда тек өткенде сезініп қоймай, бүгінгі күнің мен болашаққа деген сеніміңді де нығайтасың. Сондықтан күй өнері қазақ рухының шексіз кеңістіктегі үні. 9-шы тапсырма. Егер сенің музыкаға бейімділігің болса, қазақ музыка өнерінің қай жанрын дамытар едің, қай түрін әлемге паш етер едің? Егер менің музыкаға бейімділігім болса, қазақ музыка өнерінің ең бірегей әрі терең мазмұнды жанры күй өнерін дамытуға және әлемге паш етуге тырысар едім. Неге күй? Күй қазақ халқының мыңжылдық тарихы мен рухани байлығының көркем бейнесі. Бұл жанр тек музыкалық өнер емес, ол халқымыздың тағдыры мен болмысын бүкіл әлемге таныталатын ұлы мұра. Домбыраның қос ішегінен төгілген әуен қазақтың табиғатын, еркіндікке деген ұмтылысын, сағынышын және қуанышын айқын жеткізеді. Күй өнерінің ерекшелігі тілдік кедергіні қажет етпейді, оны әр адам жүрегімен сезінеді. Әлемге қазақ күйлерін паш ету арқылы біз халқымыздың тарихын, еркіндікке ұмтылысын және мәдени мұрасын көрсете аламыз. Мысалы, Құрманғазының Сарыарқасы мен Тәттімбеттің Саржайлауы сияқты туындылар арқылы әлем халқына қазақ даласының кеңдігін, рухының биіктігін танытуға болады. Ал Динаның бұлбұлы арқылы қазақ айылының нәзіктігі мен қайраткерлігін паш етуге мүмкіндік мол. Күй бұл қазақтың жан дүниесінің музыкалық көрінісі. Егер маған мүмкіндік берілсе, мен осы жанрда әлемдік деңгейге көтеріп, оның құдіретін бүкіл ғаламға танытар едім. 10-шы тапсырма. Мақалдарды пайдаланып оқылым мәтініне қорытынды жазыңдар. Ел іші өнер кеніші, өнер таусылмас азық, сарқылмас байлық, өнерлінің өзегі талмас, жігітке жету өнер аз, жетпіс өнер көп емес.
Мінекей оқушылар, сіздермен бірге Арман ПВ баспасы бойынша 7-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен барлығы 10 тапсырманы орындадық. 5-ші бөлімнің 33-ші, 32-ші сабағы бойынша. Сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Оқушылар, мен ұсынған әрбір видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріп отырыңыздар, және менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Себебі мен сіздермен жыл соңына дейін, яғни сіздер 7-ші сыныпты аяқтағанша қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәнінен Арман ТВ, Атамұра мектеп баспасы бойынша үздіксіз сабақтар салып отыратын боламын. Сондықтан мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Және де оқушылар, мені қолдау мақсатында мен ұсынған әрбір видео сабаққа лайк басып комментарий жаза отырыңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін.